Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Жақсы болса, ендеше осындай керемет көңіл күймен бүгінгі біз сабағымызды бастаймыз, Балалар, бүгінгі сабағымыз біздің ерекше өтпекші. Ендеше бүгін біз тақтаға қарасаңыздар, бұл суреттер көрсетілген, Бүгін бұл суреттер жайдан жай қойылған жоқ. Яғни бүгінгі сабақта біз галереяға шолу жасайтын боламыз. Галереяда өткіземіз. Ендеше балалар, жалпы галереяға кіру үшін не керек? Билет. Жақсы. Сол билеттерді таңдау арқылы сіздер 5 алаңға жайғасатын боласыздар. Сол 5 алаңға әрқайсыңыз өз билеттеріңізді таңдап, сол алаңға отыра қойыңыздар. Бұл билеттердің артында бүгінгі күнге деген сіздердің тілек жазылған, сол тілектеріңізге де қарап қойыңыздар. Жұлдыз жорамалдар да бар. Жақсы, бір-бірден келіп аламыз. Қай алаңға келді, сол алаңға жайғасып отыра қойып. Жалпы бізде 5 алаң бар. Суретшілер алаңы, тарихшылар алаңы, тілшілер алаңы, зерттеушілер алаңы және әдебиетшілер алаңы. Енді осы 5 алаңда біз жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ғой, Жақсы балалар, 5 алаңға бөлініп отырсақ, енді әрі қарай жұмыс жасайтын боламыз. Ең бірінші балалар, қарасаңыздар, экранға суреттерге назар аударайықшы кәне. Суретте тақтада не бейнеленген, не көрінеді? Нұрила, айта қойып, қай суретті айтасыз? Келіңіз тақтаға. Мен бірінші суретке жауап бергім келіп тұр. Бұл суретте жоңға шапқыншылығы кезіндегі соғыс деп ойлаймын. Қазақ жеріндегі, яғни біздің батырларымыз елімізді жаудан қорғап жатыр. Жақсы, тағы толықтырақ жоңға шапқыншылығымен байланыстырды. Рахмет, Нұрила. Жақсы, келесі тағы да екінші сурет па? Қай сурет бойынша айтамыз? Кім қай сурет бойынша? Өздеріңіз ойларыңызды айта беріңіздер, тақтаға шығып. Жанерке? Мен 5-ші сурет жайлы айтқым келіп тұр. Қазіргі таңда бізде білесіздер, технология өте қатты дамыған, яғни смартфондар, түрлі гаджеттер. Осы суретте сол баланың гаджетке, яғни смартфонға тәуелді болып тұрғанын көрсетіп тұр. Бала дүниеге келісімен қазіргі уақытта бірден тәуелділік пайда болып жатыр. Бұл заманның, ғасырдың дерті деуге болады. Жақсы, Жанерке, рахмет жауабыңызға. Келесі, қай суретті тағы да басқа суреттерді бойынша? Сурет жайлы айтқым келіп тұр. Бұл суретте бізде Сталин, Ленин және Голощекин бейнеленіп тұр. Бұл жерде жеке басқа табыну, яғни халық соларға табынып, соларға өздері сенген. Сонда халық, мына жерде мысалы әскерлердің мылтық ұсталықтарын көрсетіп тұр. Бұл халықтың репрессия зардаптарын бейнелейді. Ал мына жерде жеке бір адам және бір бала. Бұл осындай заманның бейнесі, яғни қиыншылықтың бейнесі. Қай уақыт сонда? Яғни Сталин репрессиялары кезіндегі жылдар. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Тағы бізде енді 2 сурет қалды. 2 сурет бойынша да айтып өтейік. Қалмұхамед. Мен 2 суретті туралы айтқым келіп тұр. Бұл 2 суретте бізде 1930 жылдар ашаршылық кезі, яғни сол аштық кезіндегі осы біздегі қазақ халқы бас сауғалап өзінің бастарын құтқару үшін шетел Қытай тағы да басқа елдерге көшіп баратқан бейнеленген. Яғни халықтың өре көшуі, бұл жерде халықтың жаңағы өз елін, жерін тастап басқа жаққа кетуі бейнеленген. Бұл қай уақыт? Қай кезеңдер? 32-ші жылдарда ашаршылық кезіндегі кезеңге бөлінді. Жақсы, қандай кезеңдер? Нұрасыл? 1921-1922 жылы бірінші аштық болды, ал кейін 1931-1933 жылдары екінші аштық орын алды Қазақстан территориясында. Жақсы, рахмет. Келесі бізде соңғы сурет қалды. Ақжібек? Бұл жерде ашаршылық бейнеленіп тұр. Біздің көріп тұрса, халық жай ғана қара сумен бір үзім нанға тәуелді болғандары, олар сол қара сумен нанға
еңбек етіп зәру болған. Яғни бұл да ашаршылық кезеңі. Мынау сұқ саусақтың көрсетілуі не бұл? Сұқ саусақтың көрсетілуі не нәрсені білдіреді? Назым? Жаңағы үстіне көрсетіп тұрған саусақ ол бізде халықтың билік жүйесіне, яғни жоғарыда отырған кезінде бізде отарлау саясатынан зардап шеккен халықты және де олар тәуелді болған билік жүйесі төбеден қолын саусақпен нұсқап тұр, иә? Жақсы. Сіздер жалпы галереядағы суреттерді жақсы талдап түсіндіріп бердіңіздер. Енді біз бүгінгі сабағымыз біздің Иса Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасының сюжеті мен композициясы. Яғни, Иса Байзақовтың бұл жалпы «Құралай сұлу» поэмасы біз осымен екінші сабақ өтіп жатырмыз. Сіздер алдыңғы сабақта жалпы мазмұнмен таныстыңыздар. Сабақтан қандай мақсат күтеміз? Қандай кім мақсат қояды? Нұрила? Мен бүгінгі сабақтан Иса Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасының сюжетімен, яғни басты мазмұнымен танысам да, алдыңғы сабақта, осы сабақта өзімнің сыныптастарымнан көбірек мәлімет біліп, өзім де көп жұмыс жасағым келеді. Жақсы, рахмет. Тағы кім қандай мақсат күтеді? Інжу? Осы сабақта мен тағы да бір «Құралай сұлу» поэмасына шолу жасап, топтық жұмыста тағы бір жұмыс жасауым келді. Жақсы, рахмет. Ендеше жалпы бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты бізде көркем шығармадағы образ композициясын құраушы элементтерді табу, образ сомдаушы бөліктерді жинақтау, шығарма үзіндісін өзге нысанмен салыстыру болып табылады. Ендеше іске сәт, барлықтарыңыз топтық жұмыста жақсы нәтиже көрсетіп, жақсы жұмыс жасаңыздар. Жақсы, балалар, бүгінгі сабағымызда біз мынандай, мынау не қолында тұрған? Қуат көздері, яғни батареялар қуат, батарея қуаты. Ендеше осы қазір мен сіздерге таратып шығамын, осы арқылы бүгінгі сабақта біз қуатталатын боламыз, яғни біліммен қуатталамыз. Әрқайсыңызға мен таратып шығайын, және соған байланысты қуат көздері де беріліп отыратын болады. Қуат көздері артық болса, артық тақтаға берсеңіз. Яғни, осы батареялар арқылы сіздер қуатталатын боласыздар. Менің қолымда тағы сонымен қатар мынандай қуат көздері бар. Осы қуат көздері сіздердің әрбір берген жауаптарыңызға мен беретін боламын, ұсынатын боламын. Жаңа бізде алғашқы болып әр суретке талдау жасаған кім? Бірінші суретке бізде Нұрила, одан кейін кім? Алмұхамед. Мына жақта бар ма бізде? Нұрасыл. Және? Және Ақжібек. Жақсы. Енді алғашқы қуаттарыңыз құтты болсын. Келесі біз ары балалар, жалпы жаңа айтып өттім, бүгінгі мақсатқа сай жұмыс жасаймыз. Ендеше сіздердің алғашқы тапсырмаларыңыз жалпы осы «Құралай сұлу» поэмасы бойынша топтық жұмыстар жасау. Енді сабақты әр тапсырмаға берілетін дискриптор бар, және алдарыңызда таратпа материалдары да жатыр. Соған да назар аударып қойыңыздар. Дискрипторға да назар аударыңыздар. Осы дискриптормен кері байланыс беретін боламыз. Назым, екі топқа бере ғой. Кері байланысты да беретін боламыз. Ал балалар, барлықтарымыз ұялы телефондарымызды алайық. Өткен жолы біз автор жайында өткен болатынбыз, Автор бізде кім? Иса Байзақов. Ендеше Иса Байзақовтың өмірі мен шығармашылығы жөнінде өткен сабаққа шолу жасап көрейік. Ол үшін сіздер ұялы телефонға мен сілтеме жібердім. Ол WordWall платформасында ұялы телефонға сілтеме жібердім. Айта беріңіз мұғалім. Жақсы, бәріміз болса, ақылдас болса, кәне жауап берейік. Кім қай сұраққа жауап береді екен? Кім қай сұраққа жауап береді? Әдебиетшілер тобы қай сұрақты аласыздар, таңдайсыздар? Жанерке? 1926-1929 жылдары Иса Байзақов еңбек еткен жер. 1926-1929 жылдары Иса Байзақов қазақ драма театрында еңбек етеді. Дұрыс па, келісеміз ба? Жақсы, келесі. Топтан тілшілер тобы қайсысын таңдадыңыздар, аңсаған? Екінші сұрақ.
дарынды Иса Біржан Сара қойылымында кімді сомдаған? Ол Біржан Сара қойылымында басты рөлде Біржанды сомдаған. Дұрыс па? Келісеміз, жақсы. Келесі бізде суретшілер тобы, сіздерде? Иса Байзақов қай жылы қай жерде дүниеге келген? Иса Байзақов 1900 жылы Павлодар облысы Ертіс ауданы Үлгілі ауылында дүниеге келген. Жақсы, рахмет. Тарихшылар тобы қайсына жауап бересіздер? Тарихшылар тобы тездетейік. Расыл? Сан Қыруы Иса Байзақов қандай таланты ерекше басым болды. Ол жас кезінен бастап сұлу салма ақын болған. Яғни кез келген жағдайда өзі тез өлең шығара алады. Жақсы, рахмет. Тағы да толықтыратын бар ма? Сұлу салма ақындығы бұл тағы да? Айтыс өнерінде, дұрыс айтасыздар. Айтыскер ақындықты да ары қарай дамысқан екен. Тағы зерттеушілер тобы соңғы сіздерде қалған. Иса Байзақов қандай жанрды дамытуға үлес қосты? Менің ойымша ол поэзия жанрында үлес қосты деп ойлаймын. Жақсы, соның ішінде жалпы қандай жанрда толығырақ кім айтады? Зерттеушілер тобы. Поэма жанрында. Өйткені Құралай сұлу поэма ғой, ендеше жалпы Иса Байзақов поэма жанрын дамытуға үлес қосқан екен. Жақсы жауаптарыңызға, яғни әрбір жауап берген оқушыға біздің қуат көзіміз бар. Кім жауап берді мына жақтан? Аңсаған. Осы қуат көздерін жинау арқылы сіздер топтықты және жеке бағаланатын боласыздар. Кім қанша қуат көзін жинады, соған байланысты бағаланатын болады. Жақсы, қазір алдарыңызда сіздердің таратпа материалдары бар. Осы материалдарды пайдалана отырып, әрқайсыңыз әр алаңға байланысты жұмыс жасайтын боласыздар. Ең бірінші әдебиетшілер алаңы сіздердің тапсырмаларыңыз. Тыңдап алыңыздар мұқият, және экранда да жазып тұр, назарларыңыз экранда. Топтық тапсырмалар, яғни қараңыздар экранға. Бірінші топ, зерттеушілер тобы, зерттеушілер алаңының тапсырмасы шығарманың мазмұнын басқа ұқсас шығармамен салыстырасыздар. Осыған дейін біз өткен басқа шығармамен салыстырасыздар. Ал екінші топ, әдебиетшілер алаңы шығарманың композициялық құрылымын табасыздар. Шығарманың композициялық құрылымын. Үшінші топ, суретшілер алаңы шығарма мазмұны бойынша 2-3 тірек сөзді алып, соның суретін саласыздар. Төртінші, яғни тарихшылар алаңы шығарма мазмұны бойынша қандай тарихи оқиғалар бар, соларға баса назар аударып тоқталасыздар. Және бесінші топ, тілшілер алаңы армансыз адам қанатсыз құспен тең деген ұғым бар осы мәтінде, осы поэмада. Осыны басшылыққа ала отырып, армансыз адамды тағы немен салыстыруға болады және неліктен деген сұраққа жауап бересіздер. Ал іске сәт орындауға 7 минут уақыт. Болған топ белгі береміз. Бізде әдебиетшілер тобы аяқтады. Тағы кім қалған топ? Жақсы. Бізде тілшілер тобы аяқтады. Енді қайсы екі топ қалды? Тездетейік әні. Тарихшылар аяқтадыңыздар ма? Зерттеушілер тобы, тарихшылар, суретшілер тобы. Жақсы, тарихшылар тобы аяқтады. Зерттеушілер тобы да аяқтаған екен, және соңғы бізде қалды. Суретшілер тобы да аяқтады. Енді ең бірінші боп аяқтаған бізде кім? Әдебиетшілер тобы ортаға шақырамыз. Бүгін бізде балалар қонақта галереямызда әдебиетшілер тобы, әдебиетшілер тобына берілген тапсырма композициялық құрылым болатын. Ал, жаққа қарай тұра қойыңыздар. Сөз сіздерде.
Бізге берген тапсырма бұл бізде композициялық құрылымды шабытсыз құрылым жазу. Бізде Құралай сұлу поэмасының басталуы ол Ойбас Қыпшақ руының Әділ Монтай атты бидің болуынан басталады. Байланысу ол бізде Келден байдың, Монтай байдың Тоқалдан туылған баласының қайтыс болып, соған ас берілуі. Бағуы бізде Монтай бидің Келден баймен кездесіп, әкемен туған дүкен құруы. Яғни жаңағы ұлы қайтыс болып ас берілгеннен кейін Монтай жаңағы өмірден түгіліп, сондай күй кешіп жатқанда бір жігіт оған дүниеде армансыз бар Келден бай деген дейді. Сосын Монтай ойланып сол Келден байға келеді. Содан кейін шиеленісу бізде Келден байдың ешкімге тіс жармаған сырын Монтай биге айтып отыр. Шахтешегі Қамалхан Сейхунның қызымен Құралайдың Келденмен кездесуі. Бізде осы Құралай сұлу поэмасы шешімі ол Келден байдың Құралайдан айырылуы және орындалмаған арман. Келден бай Құралаймен бірге қамақтарда қашады және де нәтижесінде жай демалуға келген кезде Құралай сұлуды жолбарыс өлтіріп тастайды. Орындалмаған арман Келден бай сол үшін қалмақтың ханы Сейхун ханнан кек алғысы келеді, бірақ оны орындай алмайды. Сондықтан да орындалмаған арманмен бізде композиция шешімі бітеді. Жақсы, келісеміз бе композициялық құрылымына? Дұрыс па? Жақсы, кері байланыс беріп жіберейікші кәне. Дискриптор бар алдарыңызда, дискриптор бой. Маған әдебиетшілер тобының жұмысы ұнады. Олардың негізгі мақсаты шығарманың композициялық құрылымын жазып, ой желісін сақтау еді. Олар барлығын өте керемет орындады. Сол үшін де мен жақсы бағалаймын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Жақсы, сіздерге бір қуат көзі жайғасақ ойыңыздар. Келесі бізде әрі қарай қай топ болды енді? Қай топ? Тілшілер тобы. Келіңіздер. Тілшілер тобы. Сөз сіздерде. Бүгін галереямызда Бізге берілген тапсырма армансыз адамды неге теңейсің? Және де не үшін соған теңейтініміз берілген еді. Біз тілшілер тобы. Енді Назымға сөз берсек. Жалпы біз оны класс ретінде келтірдік. Көріп отырғандарыңыздай армансыз адам неге екен? Жалпы біздің топтың бойынша армансыз адам ол ең алдымен қанатсыз құсқа тең болады. Себебі өзіміз білетіндей әрбір құста құс болғандықтан ода қанаты болуы керек, ұшса да ұшпаса да. Тура солай адамда да арман болуы керек, ол орындалса да орындалмас арман болса да ол міндетті түрде болуы керек деп ойлаймыз. Және мен баласыз анаға теңеймін. Себебі ана өзінің баласыз өмір сүре алмайды. Және ұстазсыз шәкіртке теңеймін. Себебі шәкіртсіз ұстаз емес. Мен қызсыз саматқа теңеймін. Самат қызсыз болмайды, дәметі. Мен жүрексіз адамға теңеймін. Себебі жүрек болмаса адам тіршілігін жасай алмайды. Ешқандай адам бір жүрексіз тіршілік жасамайды, яғни адам күн жүрекке қарады. Енді мен азотсыз ауаға тең деймін. Өйткені ауаның құрамында 78% азот болады. Және де ауа 78% азотсыз ауа болмайды. Оттегі онымен қатты маңызды емес. Және де мен шексіз домбыраға тең деп айта аламын. Өйткені домбыра шексіз болмайды. Домбыраның әр тартылған шегінің дыбысы керемет естіліп, жаңағы домбырасы шексіз әуен шығарады, иә? Және ең соңғысы ол бізде нотасыз музыкаға теңейміз. Әрбір үнде, әрбір керемет бір музыкада ол нота болады. Сондықтан да ол музыка атын алған болатындығын, тура солай армансыз адам да нотасыз музыкаға тең деп ойлаймыз. Біздің топтың жауабы осы. Жақсы, рахмет. Енді менің бір сұрағым бар сіздерге. Жалпы осы кезде шығармада арман деген тақырып қай жерде қозғалады? Арман деген тақырып жаңағы
Келденбайдың Құралай сұлуды сүйіп, оған қосылмай қалғаны, және де Келденбайдың жаңағы сыйқын жаңағы қамақханына кек қайтару болатын. Тағы басқа Монтай бидің арманы не еді? Монтай бидің арманы айқын белгіленген. Ол осы өмірде бала сүйгісі келетін тұғын, бірақ оның жасы үлкен 70-тен асты, сондықтан да ол оның арманы болып қалды. Жақсы. Яғни арман деген мәселелер осы жерде қозғалады. Ал сіздердің армандарыңыз бар ма өздеріңіздің? Менің арманым бар. Мысалы, менің арманым дәрігерлік салада өзімді жақсы көрсетіп, әлем бойынша ең үздік дәрігер болу. Жақсы, арманыңызға жете қойыңыз, тілектеспіз. Сізде арман бар ма? Менде арманым бар, бірақ қазірше ол құпия болып қала берсін, мен оны ашқым келмейді. Жақсы, арманға жету үшін Мақсат және әрекет ету керек. Жақсы, өте. Рахмет, кері байланыс беріп жіберейік, қаны кім кері байланыс? Жанерке, дискриптор бойынша. Мен тілшілер алаңын дискриптор бойынша, яғни олар армансыз адам сөзіне ассоциация жасау керек тұғын. Біріншіден олар ассоциация жасады, және де олар салыстырды, және де әрқайсысына тоқталып себебін анықтады. Жақсы. Сондықтан мен бұл топты өте жақсы деп бағалаймын. Рахмет, кері байланысыңызға. Біз де сіздерге бір қуат көзін беріп қояйық. Жақсы, рахмет. Қошеметтеріңіз қайда? Келесі бізде қай топ? Келесі? Тарихшылар тобы тақтаға шақырамыз. Ортаға қарай тарихшылар тобы. Тарихшылар. Сіздерге берілген тапсырма? Біз тарихшылар тобымыз. Біздің топта Амангелдиева Минура, Жанарбек Расыл және Осабек Фарғат. Бізге берілген тапсырма ол деректер табу, яғни тарих оқиғаларды табу. 1720 және 1727 жылдары Ақтабан шұбырынды алкоголь сылама атты жоңғар шапқыншылығы болды. Осы жылдары қазақ халқынан үлкен зардап тиді. Тыңдап отырайық барлығымыз. Келесі оқиға суының мәңгілік тұрақ тапқан орны Мойынқұм ауданы кіші Қалқалы ауылы маңындағы Қалқалы көлінің жағасы. Мойынқұм ауданындағы Құралай су кесенесі қасиетті орын. Өйткені Құралай суы сұлулықтың символына айналған, сондықтан Құралай су кесенесі Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы болып саналады. Жоңғар шапқыншылығы 1642-1726 жылдары болды. Ең бірінші шайқас Орбұлақ шайқасы болды. Жақсы, қазір толықтырасыздар, тағы да өзіңіз қарап отырыңыздар. Жоңғар шапқыншылығы қазақ хандығы құрылғаннан бастап 18 ғасырдың жартысына дейін жалғасты. Кері байланыс беріп жіберейік, кәне. Кері байланыс. Қалай бағалайсыздар? Керемет. Жақсы. Кім кері байланыс береді? Кері байланыс. Ақжібек. Дискриптор бойынша. Бізде тарихшылар алаңы тақырыбы қатысты тарихи оқиғаларды анықтайды. Және де көріп тұрғандай олар бүкіл поэмадағы тарихи оқиғаларды анықтаған. Тарихи деректерді келтіреді. Және де сол Ақтабан шұбыры жоңғар шапқыншылығы туралы тарихи деректерді келтірген. Топтық жұмыс өте жақсы атқарылған. Менің жақсы деген баға беремін. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Ендеше сіздерге бір қуат көзі және біздің келесі бізде қай топ? Зерттеушілер тобы. Келіңіздер. Зерттеушілер, қандай зерттеушілер? Салыстыру жұмысы болады, не? Бәріміздің назарымыз зерттеушілерде. Бізге берілген тапсырма ол осы Құралай сұлу поэмасымен тағы ұқсас поэмамен бірге салыстыру және оның ұқсастығы. Біз таңдаған поэма ол Батыр баян және Құралай сұлу. Біз
Батыр баянын салыстырды. Оның екі басты кейіпкері қаза табады шығарманың соңында. Сосын ноянды батыр баян өзінің ағасының қолын қаза табады. Және де бұл шығарма 1921 жылы шығарылған. Бізге біз батыр баянды салыстырдық. Батыр баян поэмасында екі басты кейіпкер шығарманың соңында қаза табады. Ноянды өзінің ағасы батыр баян ағасының қолынан қаза табады. Және бұл поэма 1921 жылы шығарылған. Және де бұл поэманың авторы Мағжан Жұмабаев. Жақсы. Құралай сұлудың айырмашылықтарын айтып кетейін. Бір басы кейіпкер өледі. Құралай тері кесірінен қайтыс болады. Ол 1925 жылы шығарылады. Бұл ерекшелік, Құралай сұлу поэмасының ерекшелігі ме? Айырмашылығы. Бұл жерде мен Құралай сұлу мен батыр баянның ұқсастықтарын айтып кетейін. Бұл ұқсастық жоңғар шапқыншылығы кезінде болған. Екі шығармада жоңғар шапқыншылығы кезінде болады. Және екі поэмада Құралай атты қыз болады. Және екі шығарма поэма жанрында жазылған. Тарихи қандай оқиға екеуінде ұқсастық? Екеуінде де жоңғар шапқыншылығы кезі суреттеледі. Бірақ, яғни бұл жерде Құралай сұлу поэмасында екеуінде де кейіпкер Құралай деп аталады, иә? Екеуінде жоңғардың қызы. Бірақ айырмашылығы Құралай поэмасындағы Құралай сұлу ол әкесі жоңғар, бірақ анасы қазақ, ал батыр баянда ол кәдімгі тұтқынға түскен сол жоңғардың қызы болатын. Құралай сұлу жаңағы жолбарыстан қаза табатын болса, ал батыр баянда ол баянның қолынан қаза тапты, иә? Екі поэмада да Құралай сұлу екеуі де жасты. Екеуі де жасты? Жас бір жерде сәйкес келеді. Жақсы, рахмет, кері байланыс берейік қаны. Ал, кері байланыс. Аружан. Зерттеушілер тобына кері байланыс беретін болсам, олар скриптор бойынша шығарма мазмұны бойынша ұқсас шығарманы тапты, салыстыру жұмыстарын жүргізді, және де топтық жұмыстары өте жақсы атқарылды деп ойлаймын. Жақсы, анықтамасын береді, иә? Жақсы, қалай бағалаймыз кәне? Біздің қошеметіміз және бізге сіздерге де қуат көздері. Қазір осыны сабақтың соңында қанша қуат көзін алдыңыздар, салыстырасыздар. Жақсы, отыра қойыңыздар. Келесі соңғы бізде суретшілер тобы қалды. Суретшілер тобы. Бастай беріңіздер. Біз суретшілер алаңы. Бізге берілген тапсырма тірек сөздерді анықтаймыз және 2-3 сурет саламыз. Біз 4 сурет салдыңыздар. Жақсы. Қандай ненің суреттері? Бізде бірінші тірек сөзі шапқыншылық, нақтырақ шайқас. Құралай сұлумен келген екеуі бірге қашып бара жатқан кезде сиқырдың ұлы дауыл екеуінің артынан қуып, сол кезде келгеннің дауылын шайқасуына Құралай сұлу. Жақсы. Яғни 4 тірек сөз атап өтіңіздерші қандай? Шапқыншылық, өрт, жолбарыс, Құралай сұлу. Жақсы, рахмет. Мынау суретте Келден байдың ауылына Сейхун хан жауап алып, оларда барлығын жандырып кеткен, өртеп кеткен, иә? Өртеп кеткен барлығын. Жақсы. Бұл суретте жолбарыс өлгенмен ол Құралай сұлуды тауып тастаған. Яғни көрдіңіздер ана тырнағы, аузы қан, иә? Яғни Құралай сұлуды талаған жолбарысты бейнелепті. Жақсы, орындарыңыз ауса ғой. Келесі тірек сөз ол Құралай сұлу. Бұл жерде Құралай сұлуды жолбарыс талап тастаған және оны Келден Құралайды тауып алады. Өлер алдында Құралай өзінің арманы орындалғаны жайлы Келден байға айтады. Ол өзінің анасының аманатын орындады. Қазақ жеріне оралды. Жақсы, рахмет. Қалай бағалаймыз? Кері байланыспен. Кәне, қалай бағалаймыз? Ұнады ма суретшілер тобымыз? Шықты ма? Кәне, кері байланыс берейік, Назым. Тағы да басқаларыңызға беріп көресіздер. Жалпы бұл топтың
суретшілер алаңындағы топтың жұмысы маған өте қатты ұнады. Ал дескрипторға келетін болсақ, бізге 2-3 сурет және тірек сөздер. Бұлар тіпті 4 сурет салған, және де тірек сөздер де бар. Көріп тұрсақ, суреттердің әрбіріне талдау жасай біліп тұр. Суреттер сөйлетті, иә? Иә, суреттерді сөйлете білді. Сондықтан да мен бұл топқа жоғары ұпай беремін. Керемет болды. Жақсы. Ал Суретшілер алаңның суреттері бізді бір қарағаннан көзін жауып алады. Енді дескриптор бойынша тірек сөздерді олар анықтай білген, және де сол тірек сөздер бойынша сурет салған, сол тірек сөздерді ашқан, және де 2-3 сурет, 4 сурет салып берген. Жақсы, рахмет, отыра қойыңыздар. Керемет. Қарттарыңызға бір қуат көзінен алып алыңыздар. Ал, және біздің қошеметіміз сіздерге деген. Жақсы балалар, енді қараңыздар. Сіздер WhatsApp топ бар, иә? WhatsApp топтарыңыз бар. Сол WhatsApp топқа осы бүгінгі жасаған топтық жұмыс бойынша бір-бірлеріңізге кері байланыс берсеңіздер. Кімнің жұмысы, қай топтың жұмысы ерекше ұнады? Немесе атап өтуге болады, немесе топты да атап өтуге болады. Яғни WhatsApp-та кері байланыс беріңіздер. Кері байланыс беріңіздер. Жақсы. Кімнің қандай жұмысы ұнады? Айтып өтейік. Мен қазір оны қарайтын боламын. Sıramız. Маған әдебиетшілер тобының композициялық құрылымы ерекше ұнады дейді. Суретшілер тобының суреті ұнады. Суретшілер тобы керемет. Суретшілер тобы, көпшілігі суретшілер тобын жазып жатыр екенсіздер. Суретшілер тобы керемет деп бірнеше оқушы жазған екен. Нұрила сабаққа өте белсенді қатысып отыр дейді. Суреттерді суретшілер тобы өте керемет салады екен. Тілшілер тобы керемет. Жақсы, жауаптарыңызға рахмет. Яғни осы бойынша бізде сіздердің жауаптарыңызды ескеретін боламыз. Керемет, рахмет. Енді балалар, жалпы жаңа біз шығармаға тоқталдық. Осы шығармаға байланысты бізде сіздерде параллель сыныпта оқитын Асел деген сынып, яғни параллель сыныптағы сыныптастарыңыз сіздерге видео жолдаған екен. Сол видеоға назар салып тыңдасаңыздар, қарап көрсеңіздер. Ол сіздерге сауал жолдайды. Және хаты да бар, міне. Ол сіздерге сауал жолдайды. Сауалды мұқият тыңдап, топпен ақылдаса отырып, жауап беріп көріңіздер. Сауал мынандай. Жалпы осы шығармада арман деген мәселе қозғалады. Ең соңында Келден байдың арманы жоқ шығар деп ойлады ол басында, Келден байдың арманы жоқ шығар. Өмірде армансыз адам бар, ол Келден бай деп. Өйткені оның 18 баласы бар. 18 баласы 18 ауыл болып отыр. Ода арман жоқ, ода байлық та бар, бала да бар, бәрі бар. Бірақ Келден байда да арман бар екен. Оның арманы не екен дейді. Соны Әсет білгісі келеді. Оның арманы не екен деп білгісі келеді. Кәні, кім айтады? Томирис? Мен ойымша, біріншіден Келден бай өзі Сейітхан ханға кек алу болған. Екіншіден, ол өзінің құралай сұлу жарына қосыла алмады, құралай сұлу жол басталып кетті. Яғни Сейітхан ханнан кек алу. Қалай ойлайсыздар енді ол арманына неге жете алмады? Өйткені басқаларымыздан көмектесек. Кім жауап береді? Ал. Жолбарыс құралай сұлуды талап кеткен кезде, Келден бай оны қолына ұстап, соңғы демін шығарып жатқан кезде, құралай сұлу Келден байға мен өзімнің арманыма жеттім, енді сен өзіңнің арманына жетіп бақытты бол дейді. Сондықтан ол Сейітханнан кек қайтарымына өзі бала-шаға құралай сұлудың айтқандай бақытты болуды шешті. Яғни құралай сұлудың аманаты бар ғой, өлер алдында айтқан. Ол айтты ғой, мен өз арманыма жеттім. Оның арманы не еді, құралайдың арманы? Құралайдың арманы не еді? Қазақ еліне оралу еді. Дұрыс айтады, өзінің анасы оның өз еркімен барған жоқ қой Сейітхан ханға. Оны тұтқынға түсіп мәжбүр болған. Енді анасының өлер алдында қызына тапсырған аманаты бар. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Анасы айтқан құралайға, яғни сен өз менің жеріме, отаныма орал деді. Құралай сұлу оралу жолында қаза тапты. Бірақ ол соны арманын орындау үшін жаңағы Келден байға не деп айтты деді?
Яғни сен бақытты болу керексің. Сен Келденбай өзін өлтірмекші болды ғой? Ол сонда не деді Жанерке? Сол кезде Келденбай өзіне қол жұмсай деп жатқан кезде Құралай сұлу оған мен өзімнің арманыма жеттім, ендігі менің соңғы тілегім сен өзінің ұрпағыңды сен бақытты бол, ұрпағын өне берсін деп өзінің тілегін айтып кетеді. Сондықтан Келденбай аманатқа қиянат жасамай Құралай сұлудың соңғы арманын тілегін орындайды. Дұрыс айтасыздар. Ендеше міне яғни ол Сейіт ханнан кекті ала алмау себебі де осы болуы мүмкін. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Енді балалар, сіздер жалпы бізде қазір сіздермен бірігіп мен кіммін деп аталатын ойын ойнаймыз. Табу арқылы сол ойынды ойнайтын боламыз. Яғни қазір менің қолымда кейіпкерлерді іс-әрекеті бойынша, шығармадағы іс-әрекеті, олардың мінез құлқы бойынша сіздер тауып көретін боласыздар. Келе қойыңыз, Нұрила. Бұл ойын мен кіммін деп аталады. Яғни ойынға қатысушы бұл сөзді көрмей, сіздер иә немесе жоқ деп қана жауап бересіздер. Түсінікті ғой, иә? Ал бастаймыз. Шығарма бойынша. Мен Құралай сұлу поэмасындағы әйел рөлін ойнаймын. Мен шығарма соңында мені жолбарыс талап кетеді. Мен Құралай сұлу. Яғни енді үш сұрақ қою керек. Бізде Нұрила екі сұрақты ғана тауыпты, иә? Жақсы, рахмет, Нұрила сізге. Келесі кім шығады бізден? Арғын, келе қой. Мен Құралай сұлу поэмасында еркек ер адамның рөлін сомдаймын. Мен хан. Іс-әрекеті бойынша. Үшінші сұрақ қалды. Мен соңында бақытсыз болдым. Бақытсыз болдым ба? Арманыма жете алмадым ба? Ол белгісіз болған жағдай. Ал, сіз кімсіз? Монтай. Монтай екен. Келесі, Іңкәр. Мен поэмада әйел рөлін мен адам өлтіремін ба? Мен жолбарыспын. Соңғы Нұрасыл келе қойып. Ал. Мен ер адамның рөлін сомдаймын. Жүде біз спектакль емес қорғол сомдап атқан негізі. Ер адамның. Менің кейіпкерім ер адам ба? Мен Келденбайға жауым. Ханмын. Сейхун хансың. Жақсы. Жалпы кейіпкерлерге біз баға бердік, иә? Сіздерге де жаңа қуат көздері кім жауап берген бізде шыққан, берілмей қалған кім бар? Нұрасыл, сосын. Кім берген жоқ? Іңкәр, келе ғой? Және Арғын. Жақсы, енді балалар қараңыздар, бүгінгі сабақта жалпы түйіндейік. Қандай құндылықтар, қандай қасиеттер қай жерде айтылды? Айтылдыңыздар? Қандай құндылықтар айтылды? Аманатқа қиянат. Аманатқа қиянат жасамау деген. Қай жерде айтылды жаңа? Бұл Құралай сұлудың өзінің анасының тілегін орындауы. Жақсы. Жақсы. Інжу, басқаларымыз айтайық. Арғына қазір. Ел бірлігі және патриоттық. Бұны біз Келденбайдың қалмақ хандығына, бағынбайтынына және де олардың тұтқында отырмайтындығын айтқан кезде білдік. Жақсы. Рахмет. Арғына. Қанатсыз құспен керек. Жақсы. Армансыз адам қанатсыз құспен. Армансыз адам бола ма екен өмірде? Жоқ. Келесі. Еркемай, не айтасыз сіз? Айтып қойды ма сіздікі? Жақсы. Жанерке. Тағы да бір қасиеті ол намыс. Өйткені Келденбай өзі 13 жаста болған кезде оның еліне жау шабады, яғни жоңғарлар. Сол кезде ол өзінің елінің ата-анасының қиналып жатқанын көріп, соған шыдамай, керісінше бір жерде тығылудың орнына жаудың артынан қуып тұтқынға түседі. Тұтқынға түскеннің өзінде барлығын босатқан кезде
оған айтады, сен бізге жұмыс жаса, қызмет ет, сол кезде біз сені босатамыз дейді. Ал Келтенбай болса намыстанып, өзін ондайға жібермейді. Жақсы. Оларға қарсы тұрады. Жақсы, рахмет. Ал Сымбат? Қазір. Ала жібін аттамау. Біреудің ала жібін аттамау. Қай жерде көрінеді? Араз болғанда бір-бірінің жақындарын жоғалтуға болады. Жақсы, рахмет. Ал? Менің ойымша, тағы да бір құндылықты айта кетсем, бұл махаббат. Махаббат себебі біз бұның махаббатты Келден мен Құралайдың арақатынасында көре аламыз. Себебі соңында жолбарыс Құралай сұлуды талағаннан кейін Келден бай махаббаттан Құралаймен бірге өлуге дайын болды. Дұрыс айтады. Шынайы махаббат барысы, осындай құндылық біздің әрқайсымыздың бойымыздан табылсын. Енді балалар, жалпы біздің Абай атамыз айтады, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста. Сонда толық боласын елден бөлек деп Абай атамыз айтпақшы. Бүгінгі біздің сабағымызды түйіндейтін кез келіп жетті. Ол үшін мен қазір сіздерге стикерлер таратамын. Осы стикер бойынша бізде соңғы шақта жүректің, мидың және қолдың моделі бар. Яғни бүгінгі сабақта сіздер қандай жүректеріңізге не тоқыдыңыздар, соны жүректің моделіне, қандай миларыңызға, қандай ақыл, қандай нені біліп таныдыңыздар бүгін, соны жазып мидың моделіне, және бүгінгі сабақта атқарған жұмыстарыңызды жазып қолдың моделіне ілесіздер. Жақсы, сіздерге стикерлер таратайын. Біз сіздер рефлексия жазғанша дейін, яғни қандай жұмыстар жазғанша дейін, Нұрасыл бізге әсем әуен күй орындап береді. Есептеп жіберіңіздер, кәне? Жақсы. Әдебиетшілер тобы қанша қуат? Әдебиетшілер тобында барлық топтасқан кезде бізде 14 ұпай. Ең көп жинаған кім екен? Ең көп Жанерке. Қанша қуат? 4 қуат екен. Зерттеушілер тобы сіздерде? Біздің зерттеушілер тобымызда 7 қуат көзі. 7 қуат көзі. Ең көп? Барлығында бірдей. Бірдей, жақсы өте керемет. Тілшілер тобы? Бізде 7. Бізде 7 қуат көзі бар екен. Ең көбі бізден Қалмұратта. Қалмұратта ең көп қуат, жақсы. Келесі тарихшылар тобы? Бізде 7 қуат көзі, ең көбі Нұрасылда. Нұрасылда екен, жақсы. Бізде ең көп қуат көзі Нұрасылда, бізде ең 9. 9 қуат көзі бар екен. Жақсы. Ендеше ең көп әдебиетшілер тобы жинаған екен, бізде қуат көзі. Жақсы. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет сіздерге. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздердің билеттеріңіздің артында тілектер жазылған болатын. Кімнің тілегі орындалды? Кімдікі орындалды? Кімнің тілегі орындалды? Жанерке? Менің билетімнің артында сен бүгін міндетті түрде табысқа жетесің деген жазу тұр. Мен шынымен де бүгінгі сабақта міндетті түрде табысқа жеттім. Яғни менің әдебиетшілер тобында балалар өте белсенді болды, топтық жұмыстар жақсы атқарылып, ең үлкен ұпай саны бізде болды. Жақсы, рахмет. Кімде орындалды тағы? Нұрила? Менде орындалды, яғни мен билетімнің артында сенің пікірмен барлығы санасады деп тұр. Жаңа біз топпен жұмыс жасағанда менің пікірме де, тобымның пікірме де барлығы санасып келді. Жақсы, тағы. Егер орындалмаған жағдай болатын болса, міндетті түрде бүгін орындалатын болғандарыңызға ендеше іске сәт ары қарай сабақ келесі сабаққа бара беріңіздер. Үйге тапсырма осы шығарма бойынша кейіпкерге психологиялық хат жазасыздар, яғни кейіпкерге хат жазамыз. Кез келген өздеріңіздің ұнаған кейіпкерге өздеріңіз хат жолдауға болады. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар.